Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, сала іздеген жандар, дистрибьюция, серіктестік іздеген жандар, Каракчаймен бізде қателеспесем 6-шы ма 7-ші бөлім Кербез ханыммен. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Енді бүгінгі біздің жаңалығымыз Каракчай сатсам өте ме? Қазақстан нарығында сұраныс бар ма, жоқ па? Жалпы Каракчайдың болашағы қандай деген сұраққа Кербез ханым емес, түріктерден келген эксперттер бүгін жауап беретін болады. Жалпы жауабын бізге Кербез ханым бірге ертіп келді. Кербез ханым, көргеніме қуаныштымын. Елге көшіп келдіңіздер ме? Көшіп келдік. Осы Каракчайдың жұмысымен көшіп келдіңіздер. Стамбулдағы үйлеріңіз не болды? Стамбулдағы үйіміз тұр, екі үйімізде тұр. Біз барып келіп сөйтіп жүреміз екі ортада. Жаңалығым көп болып тұр. Ішіміз толып тұр. Осы жақында жаңа Өмербей келген Каракчайдың заводы. Ол кісі кім? Каракчайдың заводының бастығының баласы. Атамыздың баласы ғой, бой ұзын. Хикмет Абидің баласы. Сол кісі Қазақстанға келді, 3 күнге келді. Келу себебі? Осы Каракчай қалай нарыққа бірден қалай кіріп кетті, соны көру үшін келді. Олар шок болып жатыр ғой. Қалай ол? Бізде қаншама жылдан бері, қаншама мемлекетпен жұмыс жасаймыз. Именно Қазақстанның нарығына кірген сияқты бізде ондай бізбен жұмыс жасаған жаңағыдай дистрибьютерлер жоқ дейді. Бірден тез өсіп кетті деп отыр. Тез өсіп кетті, бірден тез өсіп кетті. Обычно жайлап басталатын еді ғой дейді. И келді, бізде офис жоқ, склад жоқ. Ол айтады, мен вообще шокпын дейді. Қалай сендер, қалай бұлай жұмыс жасап жатсыңдар деп. Енді біз ол кісі келді, қарады, нарықты көрейін деді, супермаркеттерді көрейін деді. Қанша күн жүрді? 3 күн жүрді. 3 күн бойы бірге жүрдіңіздер ме? Бірге, таңертең сағат 6:30-да алып кетеміз. Отельден кешкі сағат 1-11-ге дейін осы жұмыс іс-бабымен жүрдік қой. Осы Каракчайдың жалпы ол кісі зерттеді ғой. Тек жұмыспен келді ма? Тек жұмыспен. Тауға барып, атқа отырып. Тауға бардық, после обеда бардық. Кішкене уже қараңғы болып қалды, қатты күшті көре алмады, қыдырмады негізінде. Енді келесі жолы. Бұрын келген ба Қазақстанға? Келмеген, бірінші рет келіп тұр. Келіп, супермаркет аралаумен уақыттарыңыз өтті ма, шағын маркеттерді? Қандай не берді, болжам берді? Бірінші күні ол кісі супермаркеттерді аралады. Нандай маркалардың бізде 3 қана маркасы бар екен, сатылып жатқан. Басқа қосымшалар көп қой, в основном сатылып жатқан 3 қана марка. Дүкендерде? Дүкендерде, супермаркеттерде. Қазақстан нарығында 3 қана нандай бренд сатылады екен. Жақсы бренд жұмыс істеп тұр. Кофенің. Одан кейін супермаркеттерді қарадық, стендтарын қарадық, бізге қандай стенд ол кісі жасап береді бізге. Соның бәрін фотосын, видеосын қарап кеттік, кішкентай размерін жаңа кассаның жанына қоятын. И бізде айтады, товарларын қаяқта сатылып жатыр сендердің дейді. Біз айтамыз, біздің товарымыз бүкіл Қазақстанға сатылады. Біздің алып келген авиамыз дымда емес, құмға су құйған сияқты сіңіп кетіп жатыр. Аяғында былай сұрады ғой, қай дүкендерде бар, көрейікші деген. Сұрады. Көрсете алдыңыздар ма? Көрсете алмадық. Неге? Жоқ қой. Білмеймін қаяқта не сатылып жатқан. В общем, әкеліп жатыр, сатып жатыр, елдер сатып жатыр. В общем, жаман мықты сатылып жатыр бұл ше. Бірақ супермаркетте жоқ. Біз айттық, бір супермаркетке кіргізу үшін, ол супермаркет мысалға примерно Magnum бір дилер естідім. Бір күнде бір фураны жоқ қылады екен Magnum. Сендер сондай объемды орындай аласыңдар ма деп айтқан. Бізге айтады, біз орындай аламыз. Сонда 30 фура керек па айына? Сондай болып тұр ғой. Енді хорошо, жоқ дегенде 20 фура шығар. Оның точкалары көп екен ғой. И біз айттық, біз орындай алмаймыз пока. Сол үшін Өмербейге келді ғой. Біз айттық, давайте, бізді очередьқа қойыңыз, ай сайын стабильно, бізге осыншама фура стабильно келіп тұрсын. Сол үшін біз $30,000 бердік. Осы келген кезде бізді очередьқа қою үшін $30,000 плюс әшейін былай депозит ретінде беріп қойдық ол кісіге. Бізге стабильно товар келіп тұру үшін. Сақтандыру үшін. Олар енді бастарын қатырмайды, стабильно бізге уже заказын шығарып беріп отырады. Ол кісі айтты, супермаркеттердің бәріне Каракчайды кіргізу керек. Яғни оны біз кіргізбейміз, мен сразу көрермендерге айтайын, бізге дилер керек, жаңағы дилерлер керек, осы товарды кіргізетін. Сол супермаркеттер желісіне бос тұр. Мынандай сұрақ қараңыз. Супермаркеттерге бардыңыздар, 3 түрлі бренд тұрды. Каракчай болды ма сол 3-тің ішінде? Жоқ, Каракчай жоқ. Ол не 3 түрлі? Не сатады? Олар кофе ғана ма? Макти. Чай? Мактидің. Сүт пен чай? Макти, бізде қатты өтеді. Оны көрдім. Якобс, одан кейін үшіншісі Нескафе. Шеу тұрады ғой. Шеу, 3 в 1. 2 кофе, 1 чай. Осының жанына осы Camel мықты келу керек. Мактидің айтпақшы, дәмін көрді ғой.
Енді айтпай ақ қояйын, онша емес екен деді ғой. Сапасы өте нашар екен деді. Білмеймін, оны айтқан дұрыс па. Бізді енді олар түсінбейді, айта беріңіз. Мен негізі өзім жаңағы бәрі мүмкін дың еткізе саламыз да, бағаға кетіп қалды. Иә. Жаңалар дәмі көрді, жақтырды ма, жақтырмады ма? Жоқ. Қандай баға берді? Білмеймін, 0-ға жақын шығар енді. Олар осы чай саласында, кофе саласында неше жыл болып жүргендеріне? 25 жыл. Баға беретіндей. 25 жыл. Қанша түрлі не шығарады, ассортимент шығарады? 300-ге жоқ қой. Бәрі осы чай, кофенің айналасынан? Кофе, чай. Олар көбірек кофені шығарады негізінде. Одан кейін карак шай. Яғни эксперт деп айтсақ болады. Эксперт, мықты эксперт олар. Одан кейін мынау карак шайдың сапасы бар ғой ішіндегісі. Бұның сапалы жаңа қоспалары Қытайда да бар екен, бірақ бұлар Қытайдан алдырмайды. Мен өзім шок болдым. Олар басқа елден алдырады екен. Енді атын айтсам мықты елдер, оны айтуға болмайтын шығар. Мен өзім ашықпын ғой негізі. Бізбен жұмыс жасаймын деген кісілер болатын болса, нағыз мынау карак шайдың кәсібі қандай? Соны мен ашып айтам да. Оны жеке айтне, былай общий айтне, бәрібір осы бір кәсіп. Сол үшін мен айтқым келеді, бұның ішіндегі наны мен өзім спокойно іше беремін. Мен мысалға суши, пицца, донер, кола деген шешпеймін. Мынаны мен спокойно іше беремін. Потому что бұның составын жақсы, сапалы екен білемін. И ол кісі айтты, егер біз деді, Қытайдан алатын болсақ, оның дәмі мынандай болып шықпайды деді. Сапасы кішкене төменірек деді. Өзгеріс болады. Өзгеріс. Қазақстанда сатылып жатқан карактардың дәмін көрдің бе? Барып көрді. Қандай баға берді? Минустарын айтты біраз. Мынау ең топовый мынау болып тұр. Минустары көп екен. Оны мен енді айтпай ақ қойын. Енді түріктердің өздері мынау жаман деп айтпайды екен. Минустарын айтады, болды. Ол айтады, жаман деп ешқашан айтуға болмайды біреудің өнімін дейді. Алла істеріне береке берсін деп сөйтіп кетті болды. Бірақ минустар өте көп. Қазақстанда мынаған конкурент жоқ. Ол көзі жетіп кетті. Енді сол көз жеткеннен кейін қандай шешім шығардыңыздар енді? Шешім шығарған кезде, енді білмеймін, оны айтуға бола ма, болмай ма. Енді бұның болашағы мықты болып тұр. Біздің шайларды кіргізу керек. Бізге енді ол кісіге біз ұсыныс тастадық. Заводты осы жақта ашайық. Ненің заводы? Карак шайдың заводына ашайық дедік. Өндірісті. Стамбулда айтқанбыз оны. Стамбулға барған кезде айттық. И ол кісі айтты, менің әкем рұқсат бермейді деді. Жоқ деді. Себебі Пәкістан өте үлкен білесіз халқы. Олар жақсы ішеді бұны. Сол Пәкістандағы жақсы сатылымдар жақсы. Адам саны да көп. Иә, адам саны да көп. Сол жақтан ұсыныс түскен, бірге жасайық деп. Бірақ жаңағы түрік ата отказ жасаған. Дубайдан да тура солай ұсыныс түскен. Оған да отказ жасаған. И біз ұсыныс тастаймыз. Біз айтамыз, сен кел, осы Рамазаннан кейін кел дедік. Көресің нарықты, сосын болады, болмайды айтасыз дедік. Келді, итоговый шешімі ол кісінің көзі жанып, прям күшті енді ұнатты енді. Енді бірақ жаңа есептейтін математикасын шығару керек. Жаңа қалай болады кіргізгенде. Қазақстанда шығарса арзан бола ма, қымбат бола ма деген ба? Иә, соны есептейміз деді. Соған қарай шешім қабылдаймыз деді. Құдай қаласа, осы жақтан завод ашсақ, ашамыз деп отырмыз енді, иншалла. Үміт бар. Негізінде солай. 100%-дің 70-80%. Яғни бұл завод үш жерде Қазақстанға ғана емес, СНГ-ға жұмыс істейтін болады? СНГ-ға жұмыс жасайтын болады. В основном біз оны өзіміздің тарапымыздан ақша құйып, ол біздікі болу керек ол. Олар салмай ма? Технологиясы олардікі болады. Технологиясы олар. Ол біздікі мысалға. Онда кішігірім бір цехтан бастайсыздар ғой? Жоқ. Ол жерде есептеп те берді ғой деп, бәрін айтып тастаған ба? Есептеп берді. Енді ана жерге страшно ақша кетеді. Қанша дейді? Оңай емес. Жобамен. Айтамаймын. Миллиард? Ой, қаяқтың одан да көп. Енді өздерінің несі бәрін есептеді. Енді страшно ақша кетеді. Істеуге болады. Бірақ енді жаңа түріктер бізге келіп өздері өндірістерін емес, біздің өзіміз өндіріс жасап, бірақ технологиясын алу ниетімізде бар. Олар келіп ашқан дұрыс сияқты? Дұрыс қой, олар келіп ашады ғой. Ақшасын бәрі солар сатса. Сіздер сатсаңыздар. Ол қалай болады екен? Сосын біз нет қамаймыз ба? Біз өзімізден де. Қазақтарда да бір кәсіп болу керек қой. Ақшаны қайдан аласыздар? Табу керек қой. Қысқасы фуралап алсаңыздар ше. Фуралап сату керек қой. Сол үшін біз қазір контрактты мен көбейтіп отырмын ғой ол кісіге. Давайте бізге айына осындай количество істеп беріңіз. Содан кейін біз қазақтар енді түріктерге өздерінің несін емес, бірге жасауымыз керек қой. Бізден де, біз тек қана сату емес, бізден де бір іс болу керек. Алматы нарығына неше фура сияды, каракчи? Негізі
Ол кісі былай айтты, ол кісіге біз өзіміздің жасап жатқан системамызды білген жоқ қой, сол үшін де қызығып келді ғой, қалай сатып жатсыңдар деп. И ол кісі келді да, біз айтқан жоқпыз, ол айтты, каждый қалаға деді, мысалға регионға объем қойсаңыздаршы деді, бір дилер ғана жұмыс жасасын деді. Оларға ол жақсы ғой деді. И біз тыңдадық та конца, біз де сол системамен жұмыс жасап отырмыз деді. Онда жақсы жұмыс жасап жатыр екенсіңдер деді. Бірақ бізде әлі тұрақты дилеріміз әлі біраз қалаларда табылған жоқ. Үлкен объем алатын. Мысалға Алматыға 100 фурада кетеді негізінде жаңағы супермаркеттерге. Иә, супермаркеттерге кіргізу керек. Енді бізге супермаркеттерге кіргізетін, ақшасы бар, жұмыс жасай алатын, ерінбейтін адам болса, біз командамызға аламыз. Мысалға ертең бұлар завод соғып алады, өздері прямой кіргізеді деген жоқ. Біз әр адам өзінің функциясын жасау керек қой. Біздің функциямыз, жаңа заводта да біраз жұмыс бар екен, өз жерге кірсең енді отырады екенсің. Ал біздің товарды алып жаңағыдай сататын адамдар болса, оларға да үлкен табыс болайын деп тұр ана жерде. Құдай қаласа. Қазір сіздер өздеріңіз жеке дүкен аралап жүрсіздер ма? Жоқ. Мүлдем бірде дүкенмен өзіңіз және сіздің командаңыз жұмыс істеп жатқан жоқтарсыз ба? Жоқ, себебі сіздердің жұмыстарыңыз Стамбулдан келген товарды осы жерде таратып жіберумен айналысып отырсыздар. Таратып жіберу. Дұрыс па? Дұрыс. Оптом бағада дистрибьютерлерге береміз, дилерлерге береміз. Әр қаладан. Яғни өзіңіздің районыңыз, ауданыңыз, белгілі бір дүкендеріңіз жоқ. Жоқ. Олай істеу жоспарда бар ма өздеріңіз? Жоқ. Біз айтып отырмыз ғой, біздің функциямыз, біздің мақсатымыз завод болып тұр. Бізге осы заводтан өндіріліп шыққан өнімді Магнум, басқа да үлкен желілерге, майда кішкентай желілерге тасымалдайтын адам керек. Біз ол адамдармен тұрақты жұмыс жасаймыз. Ержанды білесіз ғой, ол кісімен біз жұмысты 1 жыл бұрын бастағанбыз. Біз ол кісімен күнде байланыстамыз мысалға. Ол кісінің списогын мен көрсете аламын. Кіргізіп тастаған магазиндердің дүкен шек жоқ. Ақтау. Өткенде келген кісі ма? Иә, мысалға. Ол кісінің өзі майдалап бастады мысалға. Қазір үлкен объеммен өз күшімен жетіп отыр. Нөлден басталған кісі ғой. Қаншаға жетті қазір ол кісі? 20 миллион. Қазір ол кісі уже 3-4 күн бұрын звондады. Біз келесі заказға тапсырыс бергіміз келіп отыр деп. Айына 20 миллион қалып отыр ма? 20 миллион қалды осы. Жақында ғана. Осы бір апта бұрын келген фурадан. Ол кісі қайтадан хабарласып, мен қайтадан товар аламын деп. Қанша теңгеден бастап еді? 550 мың ба, сондай еді. 10 коробкадан бастап еді ғой. Қазір 20 миллионға жетті. Ол кісі бірақ несі желаниясы өте мықты болды. Жаңа сливки басқалармен айналысты да, оның бәрін сырып тастады да осыған кіріп кетті. Одан кейін бізде тағы бір кісі бар, Дастан деген. Ол кісі повар болған. Повар. Сөйтіп әкесі осы бір фураны 70 миллионға алып бере салады ғой. Не деген жақсы әке? С нуля. Енді ол кісі товардың бәрін істет десеңізші, бәрін сатып тастады. Осы бір апта бұрын келген фурадан үлкен объем алды. Бір фураны с нуля, дилерствода жұмыс жасамаған. Ол кісіге мен айтайын, мен күлдім да енді. Коробкаларды санауды дұрыс білмейді. Ралан санап береді. Мынаны былай санайсыз деп ше. Вообще ол санада жоқ ол кісі. Бірақ 2-3 айда бір фураны жоқ қылды. Келесі завоздан заказ беріп қойды. Алдын ала бір ай бұрын 20 миллион ол кісі жіберіп қойды. Дүкендерге таратып па или ол кісі оптом таратып па? Жоқ, Инстаграммен оптом былай тарқатып тастады. Бірақ үлкен желілерге кірген жоқ ол кісі. Объем көтермейді ол кісінің. Аудандарда жүр ма, қалада жүр ма? Қалада жүр. Сондай, міне, енді мен айтқым келіп жатқан не? Мынау сізге енді, бірінші сізге хабарласады. Мен мынау чайды алдым, осындай количество, товар тұрып қалды, ақшам күйіп кетті, банкрот болып қалды. Бір адам сізге хабарласты ма, крак шайды алған кісілерден? Ондай болған жоқ. Дұрыс, ондай болған жоқ. Кофеден ғана болды ғой, өзіңіз білесіз. Ол кофе. Ол жылаған жоқ, кішігірім бір минустарын айтты. Енді ол кісілер с нуля бастаған, қатты әрекет етпеген, просто возврат қыла салғысы келіп болды. Хорошо, бұл жерде енді кофеда мысалға ақшамызды алды, бізді лақтырып кетті деген кісі сізге хабарласты ма? Ең басында болды енді, кеш шығып жатқан кезде. Өткен жылы ең алғаш сіздер Қазақстанға кіргізіп жатқан кезде болды, бірақ кейін бәрі жақсы деді. Бәрі жақсы. Ол кезде товарларын алды. Кешіккен үшін сөйтіп хабарласты. Одан кейін мысалға уже бір жыл уақыт өтіп кетті. Болған жоқ та. Біз, значит, ешкім кидать етпейді екенбіз. Адал түрде жұмыс жасаймыз. Бұл бізге үлкен аманат. Біреудің ақшасын алдық па, товар міндетті түрде енді амандықта әйтеуір жеткізіп береміз. Үлкен жүк. Енді бұл жерде мен айтқым келіп тұрған, бұның жаңағы заводтың бастығы, былай өзі толковый адам екен негізі ше.
ол баласы дегенмен бір қарайды болатын болмайтын айтады. Одан кейін бізде көңілге қарап ашық айтпайтын адамдар болады, олар ондай емес екен. Мынау болмаса болмайды дейді, болса болады дейді. Енді бұл жерде Қарақшайдың біз заводын осы жаққа, енді оған да біраз уақыт керек, бірақ бізге қазіргі мақсат жаңағы Өмірбей өзі айтпақшы, каждый қалаға дистрибьютерлер қойыңыз, соларға объем қойыңыз, олар алсын, сатсын. И бұл жерге Қазақстанға сіздерден басқа ешкім сатпайды, бағасын жақсы бір бағаны қойып беріңіздер деді ол кісілерге. Мысал қараңыз. Әр қаладан дистрибьютор табылса, жақсы дистрибьюцияны жүргізіп жатқан, осы салада тәжірибесі бар серіктестермен байланысқа шыға ала ма ол? Олардан ақыл кеңес алып. Бізде бәрі бір-бірімен қазір байланыста. Байланыста ғой, бір-бірін тәжірибе алмаса алады ғой. Тәжірибе алмаса алады, иә. Сізге негізі бір қалаға толық дистрибьюция беру үшін ол қанша теңгемен кіру керек? Или болмаса қанша фурамен кіру керек сіз беретіндей? Шымкентке мысалға бір фура, мысалға кішігірім қалаға жарты фура деген сияқты. Әр қаланың 30-70 миллионмен кемі кіру керек пе? 30-70-80 миллионмен кіру керек, иә. 5-10 миллионмен мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар, бірақ ол жерде сен ғана сатасың деген жоқ. Яғни бағың сынап көресің. Иә, 10 коробка алса да, 1 миллион қалса да алсын, одан ол күймейді. Мысалға алады, сатады, үстіне пайдасын көреді. Алады, сатады, үстіне пайдасын көреді. Сіздер жаңа Ержан сияқты істеп көріңіз деп тұрсыз. Аздан бастаңыз, нәтиже болса, пайда болса, қанағаттандырса, үлкен неге кірсе болады деп отырсыз сонда? Иә, бірақ ол уже ол этаптан біз өтіп кеттік қой. Барынша негізі ақшаны салып, жұмысты бастап кетсеңіздер, бұл кәсіпте, мен айтайын, банкрот болмайды. Бізбен жұмыс жасайтын адамға зарарымыз тимейді. Мысалға, ол кісі бір фура алды делік, иә, бір фура алды, жартысын сатты, жартысын сатуға қиналып жатыр, иә. Белгілі бір себептер болып қалды. Ақшаң күйіп кетеді, енді мен товарым срок өтіп кетеді деп қорықпайды. Біз оны өзіміз сатуға көмектесеміз. Бізде ондай случайлар болды. Мысалға, бір кісі бір 20 коробка алған, сөйтіп оңтүстіктегі кісі бір жұмыстармен, денсаулықтармен Астанаға кетіп қалған бір ай. Соң ол кісі айтты, мен товарым просто тұрып қалды, ешқандай негативім жоқ, мен просто оны сатқан жоқпын, просто тұрып қалды. Мына басқа шаруам бар, не істеймін деді. Біз айтты, хорошо. Сөйтіп бізге хабарласқан кісілер бар ғой, соларға соның товарын беріп жібердік. Болды. Бір-бірін товарын алады, болды. Сатылып кетті ол кісінің товары. Тура сондай. Яғни товарды алып, сата алмай қалам деген нәрсе жоқ. Мысалға бұл киім емес, иә, детский киім болса, аяқ киім болса, бір ғана узкий бір аудиториясы бар. Бұл шай ғой, бұны бала да ішеді, әйел де ішеді, ер адам да ішеді, үлкен ата да ішеді, апа да ішеді, жасы да, кәрісі де ішеді, бәрі ішеді бұны. Мысалға, бұның 5 вкусы бар, аудиториясы полный Қазақстан, иә? И бізге алған кісілерден бір возврат болған жоқ, негатив жоқ, дәмі мықты. Бүкіл дүкен супермаркеттерге кіргізе аласыздар, нарық бос. Нарықтың қанша проценті қазір алынды? Біздің объем бүкіл Қазақстанды көтеретін объемға кірген жоқ. Кішкене. Қанша? Кішкене таныла бастады, 5% шығар. 95% бар ма? 95% бос. Қандай каналдармен сатып көрдіңіздер енді өздеріңіз тест ретінде? Бізде Instagram парақша, бізде қазір команда жұмыс жасап жатыр. Сатып отырсыздар ма Instagramмен? Мен чисто дистрибьюторствоны ғана реклама жасаймын, ал мынаны бізде Қазақстанға танымалдық үшін біз видеороликтер жасаймыз. Біз упаковкамен сатпаймыз. Видеоролик жаңағы, мен алдында айттым ғой, біз реклама жасаймыз деп, бізде ай сайын кәдімгі үлкен команда жұмыс жасайды осының. И оның просмотрлары YouTube'да 1 миллион, Instagram'да тоже 900 мыңға жақындаған, и TikTok'та 3,5 миллион просмотр жинап жатыр. Біздің команданың жасаған видеолар. Значит, бұл жерде бұл Қарақшай дегенді таныту мақсатында. Брендқа жұмыс істеп отырсыз. Иә, біз брендқа жұмыс істеп жатырмыз. Таргетпен сатып көрдіңіздер ме? Жоқ, біз таргетпен не сатамыз? Біз упаковкамен сатпаймыз ғой. Бұлай сатып алған адамдаршы. Оптовиктеріңіз, дилерлеріңіз. Оптовиктеріміз, енді бізде қараңыз, ең алғашқы алған кісілер бар ғой, солар біздің клиенттеріміз. Сіздің каналыңыз болды? Жоқ, менің Инстаграмым болды. Солай. TikTok стриммен сатып көрдіңіздер ме? Сатқан жоқпын. Бұл жерде упаковкалап сату. Маған упаковка зачем сату? Бірақ каналдардың бәрімен сатуға бола ма? Бәрімен сатуға болады. TikToктан да сатуға болады. Инстаграммен де сату. Инстаграммен сатпыста да айтпақшыдай бір фураны. Мен сізге айтайын. Жақсы жүргіз. Бірақ керемет емес, средний, и то сатпыста, мен таң қалдым. Жақсы сатқан. Енді мен айтқым кеп тұрғаны, бұл жерде ақшаң салды ма, банкрот болып қаламын, ақшам күйіп кетеді деген тема жоқ. Бұл басқа өнімдер сияқты емес қой. Бұған қалайтын қажет жоқ. Бұның срогы 2 жыл. 2 жыл. Сіз ойлаңыз, бұл шай. Яғни дүкендерге апарып қойған кезде жеке бір не керек емес дейсіз ғой.
тоңазытқыштар тұрған. Тоңазытқыш керек емес. Любой жерде тұра береді. Любой жаңағы складта температурада. Иә, любой температура, ыстықта да, суықта да тұрады. Мысалға, енді мен сізге нетпеймін, бірақ сіздің Instagram парақшаңызды, YouTube-ты қараймын ғой. Сіз өте көп кәсіптер шығарасыз. И кәсіптерді мен қараған кезде анализ жасаймын, өзіме, әр адам өзіне мерт етеді ғой. Сол кезде қараған кезде мен айтайын, сіздің каналыңыздағы ең топовый мықты бизнестің қатарында біздің қарақшайымыз бар. Өнім ретінде ең мықты. Сіз оны мойындай аласыз ба? Мысалға бұл колбаса емес, қымыз емес, ол жаңағыдай ашып кететін, тұрып қалатын. Тәуекел аз деген қатар. Тәуекел аз. Тәуекел аз. Ол қатарға кіргізе аламын, иә, смело кіргізуге болады деп ойлаймын. Енді саланың жаманы жоқ қой? Жаман жоқ, әр саланың өз адамдары болады. Қиыншылығы бар, өзінің жақсысы бар, өзінің плюсы бар. Иә, бірақ бұл шай жеңіл. Алдың сатты, самый главный басында сәл қимылдау керек та, міне. Магнуммен сөйлесіп оған кіргізу керек. Смолға сөйлесіп оған кіргізу. Оптовиктермен 3-4 рет алсын, олар өздері жүгіреді ғой уже. Болды, сіз ары қарай уже просто доставить етіп отырасыз, болды. Ары кетсе, точкаларыңыз көбейтесіз өзіңіз үшін. Сондай мәселе да бұл жерде. Біздің енді шайымыз, бізден жұмыс жасап жатқан қаншама кісілер 20, 30, 70 миллион әшейін жіберіп жатқан жоқ қой. Ол кісілер де кәсіпкерлер мысалға. Сіздер қазір жаңа заводта айттыңыз ғой, қанша жүзге жуық түрі бар дедіңіз, сол қанша түрін алып келдіңіздер? Ненің өнімі бар? Қазақстанда қазір топ болып отқан қайсысы, қанша түрі? Каракшайдың бізде қазір кардамоны жақсы уже неге кірді, масала, одан кейін оригинал кіріп кетті ғой. Үшеуі топ болып тұрған. топ. Үшеуі де карак бірақ. Карак, үшеуі де карак. Оларда енді карактан басқа да түрлері бар ғой, Түрлері бар. Олар қашан кіреді басқалар? Осы жолы 10 коробкасын бер жерейін деп тұр. Оны оплатасыз. Ол куркума мен сүт. Біз Стамбулға барғанда іштік. Тема екен енді ананың дәмі ше. Қазақстанға өтеді деп мен ойлаймын. Ол да осындай дүние, бірақ. Тура осы, бірақ ол тоже андай шай емес, сүтпен куркума қоса, ол өте полезный оның. Ол более полезный лау. Соны кіргізіп көреміз. Соны ассортиментке қосып көреміз. Дүкендерге, Дүкендерге. Оны өздері кеңес беріп жатыр ма, осыны кіргізді? Оны өз кеңес беріп жатыр. Сіз о баста барған кезде сізге осыны өз кеңес берген. Осы өтеді деп. Олар біледі ғой өздері. Айтқаны дәл шықты. Дәл шықты. Одан кейін кофені кірдіңіздер, кішкене нарық әлі дайын емес болып шықты. Нарық дайын негіз, оған сәл қимылдау керек. Оған ешкім қимылдаған жоқ қой. Түсінікті болды. Енді жаңа сүт куркума. Куркуманы көреміз. Бағасы бірдей ма? Білмеймін оның бағасын. Оны есептейміз. Негізгі біз оңай жол таңдап кеттік. Кофені сатуға болады. Ол кісі әлі түсінбей жатыр да. Неменеге кофе сатамайсыңдар сендер? Кофе сатуға болады ғой. Ең тез өтетін. Иә, ең тез өтеді. Бірақ біз оңай жол таңдап кеттік. Мынау любой жерде өтеді. Соседіне берсең де сатып алады, чатқа жіберсең де сатып алады, Инстаграмда да сата бересің, ТикТокта да сата бересің, оптомда сатасың. Кофе ішпеймін деп бөлінбейтін сол жерде, шай ішеді. Иә, мен анау едім, мынау едім. Жоқ, шайма іше береді, дәм мықты. И риск жоқ. Сата алмай жатқан, крайнем случай өзіміз сатып жібереміз. Потому что біз өзімізге товар жетіспей қалатын уақыттар бар. Бізге енді супермаркеттерге, дүкендерге кіргізетін жаңағы адамдар керек. Жаңа Өмірбейдің өзі де уже түсінді да, бір қалаға бір дилер алыңыз, объемға қойыңыз, соны орындап отырсын. Объемға қойған, орындаған өздеріне жақсы. Тура сол системада бізде отырмыз. Ол бізге де жақсы, бізде қимылдап отырмыз, иә. И бір бағаны қойыңдар деп, жақсы баған. Енді мен айтқым келеді, біз дистрибьютерміз. Ең басында да айтқан, кешеде айтты, біз сол бойынша. Біз мына каракшайға өте аз тыйым қоямыз, біз көп қойамаймыз. Заводтан шыққан бағаға. Заводтан шыққан бағаға. Оның жаңа растаможкасы үшін, кішкене рекламаға анаған, несіне ғана кішкене бір халыққа кіру үшін. Біз бұдан бір миллиардтап ақша көрмейміз. Ол оборот миллиардтан асып кетті уже. Ал нағыз пайданы көретін дилерлер. Ол кісі де оны да айтып жатыр. Біз сіз ақшаға неге нетпеңіздер дейді. Біз халыққа кіргізіп алайық, нарыққа жақсылап кіргізейік, дистрибьютерлерге жағдай жасаңыз. Бір нормальный бір бағаны қойыңыз, бәріне, бірге бір. Давайте бәрін осы бағадан түсірмеңдер деп жатыр да. Біз де айтып жатырмыз, осы бағадан түсірмеңдер. Өздері жақсы баға, жақсы пайда көрсе, өздеріне жақсы ғой. Бағаны түсірмей отырса. Уже бізде бір қаланы алған кісілер бар ғой, олар уже бір-бірімен сөйлесе алады, бір-бірін таниды, ақылдасып. Дистрибьютордың пайдасы қанша енді? Бірге бір қою керек олар. Просто 70 миллион қалса, үстіне 70 миллион қосу керек па? Енді ол жерде жаңағы жолы бар, арендасы бар, сотрудниктары бар, солардың бәрін алып тастағанда 50 миллион, 60 миллион олар көру керек, каждый фурадан. Біз сондай системаны жасаймыз, потому что дистрибьютер жақсы табыс тапса, олар өздері үшін жасайды ғой, тұрақты түрде жылдар бойы. Мысалға, сол үшін біз ол кісілерге айтып жатырмыз, давайте бағаны түсірмейік. Түсіріп қойып жатқан кімдер? 5-10 коробка алған кісілер.
Енді олар бір рет берсе кейін бере алмайды ғой олар. Иә, солар ғана құртып тұр да, үлкен крупныйлар айтады, мына жерде Инстаграмда шығып тұр ғой, бағасы мынандай болып тұр, біз оларға түсіндіре алмай жатырмық та. И бізге соңғы неде сендер 5 коробка, 10 коробка деген доғарыңдар деді. Жаңа Өмербей ше, біз жаңа складта сол 5 коробка, 10 коробка аламын деген кісілер хабарласып жатты ғой. Негізі сендер крупный жаңа дилерлерге берін, пускай солар өздері бәрі тарқатсын. Енді 5 коробка бола ма енді? Жоқ, болады ғой, қазір болады бізге. Бірақ дальнейшем сіз мысалға бір қаланы дистрибьютерсіз, бізге келген 5 коробка, 1 упаковка алам деген бәрін біз сізге жібереміз ғой. Сіздер үшін жақсы ғой, мысалға дилер үшін жақсы да. Біз дилерлердің жағдайын жасауымыз керек. Оларға жаңа стенд бар ғой, соның стендтар, жаңағы неге, не дейтін еді, кассаның жанында тұратын кішкентай коробка сияқты соған салып қоятын, сондай мынау каракшайды салатын ыдыстары бар ғой, жаңағы қалта емес, не дейтін еді, стенд деген мынандай ыдыстар ғой. Неге Магнумға кірген кезде мынандай тұрады, үстінде бір товарлар тұрады ғой, жаңа кофеның өзінің логотипін, тура сондайды жасап біз дилерлерге береміз. Соған олар қояды, сатады. В общем, дилерлер жақсы пайда табу керек, чтобы бұл жұмыс жақсы жүру үшін. Так, құрметті көрермендер, Каракчай өте ме өтпей ме деген сұрақты енді Кербес ханым осы күнде өзі айтып болды. Енді кеше осы Каракчайды сатып отқан, 30 мемлекетке таратып отқан 25 жылдық тәжірибесі бар. Сол Хикмет атамыздың ұлы келіп, енді Стамбулға барғанда біз өзіміз жеке танысқанбыз. Сол кісі 3 күн нарық тексеріп, зерттеп кеткен болды. Негізі видеоға түсу керек еді, бірақ белгілі бір себептермен видеоға түсе алмайтын болды. Түсіре алмадық қысқаша айтқан кезде. Негізі сол кісі сұхбатта бүгін болу керек еді. Енді ол кісі түсірсеңдер келіп Стамбулға келіп түсірсеңдер болады деп отыр. Енді Стамбулда бір емес 2 рет болдық. Сондықтан енді қысқасы ол кісілердің енді өзі берген прогнозы Қазақстан нарығы бос деп отыр. Қазақстан нарығын әлі ұсынатын заттары көп. Шақтал бренд тұр. Негізі Стамбулдың дүкендерінде қанша бренд бар деді Тұрған? Жоқ дегенде бізде үшеу тұрса оларда? Ол нені айтты? Түркменияны айтты, 20 деді. Жанымыздағы. Иә, Түркменияда 20, сендерде үшеу ғана деді. Сондықтан біздің нарығымыз бос екенін айтты, және де заводты ана жаққа салғысы келген заводты біздің СНГ-ға салғысы келеді. Өйткені СНГ-дан бір үміт көріп тұр, оның ішінде Қазақстаннан. Ал Қазақстанда ол кісілер үміт сыйлап отқан әрине Кербес ханымдар. Өйткені Қазақстанға шынымен Каракчай өте үлкен жылдамдықпен кірді. Сіздерге өткен жыл ғана ол кісілер план берген, бір жылда сату керексіңдер деп, қанша 7 миллион штуге сатамасанда дистрибьюцияны аламыз деді. Бірақ бұл кісілер жылдың соңына сатып, планды орындап, переплан жасап, заводта кезек ұстап тұратын деңгейге жетті десек болады. Бұрын бүткіл әлемге таратып тастағаннан кейін сіздерге тарататын. Қалған қазір енді Қазақстан алдыға шыға бастады. Сондықтан бізде бұйыртса өндіріс салу жоспарларында, қысқаша айтқан кезде дистрибьюторларға алып сатам дегендерге, жақсы табыс табам дегендерге, болмаса осы салада жұмыс істеп жүрген қаншама дүкендермен, дүкендердің тілін білетін поставщиктері бар, тез тарата алатын, осындай дистрибьюция саласында тәжірибесі бар, ақшасы бар, фуралап ала алатын, болмаса жоқ дегенде жарты фура ала алатын, рисksiz кәсіп іздеген адамдар осы бизнесті, осы видеоны бөлісуге біз сіздерге кеңес береміз. Өйткені Каракчай Қазақстанда енді қанатын жайып жатыр десек болды. Өйткені әрбір дүкенге кірсеңіз Каракчай шынымен таппайсыз қазір сұрасаңыз. Бұл дегеніміз сұранысы жақсы, бірақ нарық толған жоқ деген сөз. Яғни нарықта әлі мүмкіндік бар. Сондықтан сол дүкендерді толтыратын әрине кәсіпкерлер, Кербес ханым өзі толтыра алмайды. Кербес ханым командасымен кірсе де Қазақстан жалғыз өзі толтыра алмайды. Сондықтан әр қаладан дистрибьютор осындай табыс табам деген, өсірем, дамытам, осы саламен бірге өсем деген кісілер болса, бірге бір пайда қалатын, жақсы маржа қалатын, рисksiz бір кәсіп іздеген адамдар болса, бұзылмайтын, сұрау өтпейтін, сапасы төмен емес, жақсы сапада сақталған өнімді алып сатам десеңіздер, номерге хабарлассаңыздар болады. Біз енді шыны керек, жаңағыда өзіңізді сұрақ қойып отырсыз, бір адам хабарласты ма деп. Бір адам хабарласпаған, бір адам жамандамаған. Ең басында сіздер кірген кезде болды, оны мен өткен видеода да айтқам. Ол кезде ол кешікті деп айтты. Сондықтан біздің Каракчай, біздің YouTube каналда оң бағасын алған салалардың бірі. Және де енді Кербес ханым өзі айтып отыр, сала таңдаумен басталған, сала таңдаумен ары қарай дами береміз деп отыр. Сондықтан біздің көрермендер қазір осы фураның бәрін сатып отқан. Шаймен бұл Каракчаймен Қазақстанда нарығы бос деп айтып жатырмыз. Бізге дилерлер керек, бізбен жұмыс жасайтын дилерлер керек. Бұл рисksiz, ешқандай бір банкрот боламыз, срок өтіп кетеді деп қорықпайсыздар. Сатуға біз, егер крайним случай біз өзіміз сатуға көмектесеміз, одан кейін бұл салада жақсы ақша бар. Бірге бір қоясыздар. Келісім шартпен жұмыс істейсіздер ғой? Біз келісім шартпен эксклюзивный кәдімгі договор бойынша официально жұмыс жасаймыз. Сенімді түрде ақшаларыңызды жіберіп, осы товарды алып,
кәсіпті бастай берсеңіздер, еңбек ете берсеңіздер, жақсы басқа кәсіптерден қарағанда негізі жүруі жеңіл, сатылуы да жеңіл, табысы да жақсы. Салған ақшаңыз тез қайтарып аласыздар. Бізде қазір нарықта заман сондай болып тұр. Бір салып қойған ақшаңды бір 2-3 жылдан кейін қайтадау деген система емес. Салдың, алдың, сөйтіп жұмыс жасайтын нағыз осы кәсіп, каракчайдың кәсібі. Біздің өзімізде қысқа уақытта миллиардтан асып кеттік. Ол біз жасап отырған жоқпыз. Оны біздің осы ең бірінші алған кісілер бар ғой, солар стабильно бізден қайта-қайта заказ беріп, сол кісілер осы оборот солар жасап отыр. 10 коробкадан бастаған адамдар. 10 коробка, бір фурадан алғанның өзі қайтадан бір фура заказ беріп отыр. Көп адамдар с нуля бастаған бұл кәсіпті. Ақшасы бар, тәуекел еткен кісілер жасап жатыр. Сіздер де тәуекел етіңіздер, жасаңыздар, ешқандай зарары болмайды, пайда көресіздер, жұмыстарыңыз жүреді. Тек қана жасау керек. Қысқаша айтқан кезде салаз деген адамдарға міндетті түрде бөліссеңіздер болады. Видеоны жүрек басыңыздар, пікір жазыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Және де құрметті көрермендер, 3 қорап каракчай сыйлыққа береді. Кербес ханым. Сол каракчайды ішіп отырып қайталап көрсеңіздер болады осы видеоны. Кімдерге бересіз? Бөліскен жаңағы видеоны бөліскен, жақындарына жіберген, жаңа инстаграмына сторисқа қойған кісілерге берейік. Сіздің парақшаңызда бұйыртса? Иә, менің парақшамды белгілесіз, мен көрейін, өзім таңдап. Сөйтіп 3 адамға бір коробканың өзі қазір 60 000 теңге тұрады. Видео шыққаннан кейін қанша күннен кейін бересіз? Видео шыққаннан кейін бір 2-3 күннен кейін жіберейік. Онда 3 күннен кейін сіздің парақшаңызда жеңімпазды бірге анықтайтын болады. Жай пікір жазыңыз, сол пікір арқылы каракчай ұтып алсаңыз болады. Сау, саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.